Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге созылып тұратын дәмі ерекше плавленный сырды үй жағдайында жасайтын боламыз. Дүкеннен алатын плавленный сырдан ешқандай айырмашылығы жоқ, осылай созылып тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде бізбен бірге жасап көріңіздер. Сонымен сырымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен плитаға үлкендеу ыдысқа су құйып, үстіне тағы бір ыдысты қойып, плитаның астын қосып қоямыз. 500 грамм творыққа 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасын салып, аздап араластырып аламыз. 100 грамм сармайды салып, қасық немесе лопатканың көмегімен аздап араластырамыз. Барлығын блендермен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды қызып тұрған табаға салып, 8-10 минут бойы тоқтаусыз қозғай отырып ерітеміз. Егер творық ерімей жатса, қасықтың ұшында ас содасын салыңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің плавленый сырымыз да дайын. Сырды басқа ыдысқа құйып, алдымен бөлме температурасында, содан соң тоңазытқышқа салып суытып аламыз. Плавленый сырға өз қалауыңыз бойынша ас көк және де басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Біздің плавленый сырымыз да дайын. Егер сұрақтарыңыз болса немесе жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.